Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, біз бүгін бірінші сынып ана тілі пәнінің 11-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Балалар, олай болса бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Өлеңнің тақырыбы әже. Мейірімі жібектей, күндей ыстық құшағы, ет жүрегі елжіреп, құлыным деп құшады. Жан жуытпай маңына, ас сақтайды кәрежем. Бес ап келсем алдында, биіктейді дәрежем. Бұл өлеңнің авторы Сырбай Мәуленов екен. Ендеше өлеңнің астындағы тапсырмаларға назар аударайық. Әженің құшағын неліктен күнге теңеген? Балалар, әженің құшағы әрқашанда күндей жылы, күндей ыстық екен. Сол себепті әженің құшағын жылы күнге теңейді. Келесі сұрақ, өлеңдегі сөздерден жіңішке дауысты дыбыстарды тап. Мінекей балалар, төменде жіңішке дауысты дыбыстар берілген. Осы дыбыстарды өлеңнен іздеп табайық балалар, қане? Мінекей балалар, бірінші шумақтағы жіңішке дауысты дыбыстылардың астарын сызып қойдық. Ендеше екінші шумақтағы жіңішке дауысты дыбыстылардың астарын сызайық. Мінекей балалар, екінші шумақтағы дауысты дыбыстардың да астын сыздық. Келесі екінші жаттығу. Нүктелердің орнына тиісті әріптерді қойып, көшіріп жаз дейді. Суреттен нелерді көріп тұрмыз? Бірінші күрек, одан кейін бүркіт және көбелек деген әдемі жәндікті көріп тұрмыз, Балалар, міне қараңдаршы, ең бірінші сөзде 3 нүкте тұр. Яғни ол жерге 3 әріп қоюымыз керек. Одан кейінгі сөзде 4 нүкте тұр. Ол жерге 4 әріпті тауып қоюымыз керек. Сол кезде мағыналы сөз шығу керек. Және де үшінші сөзге 5 әріп керек екен. Ол жерге де қажетті әріптерді қойып жазуымыз керек. Міне балақай, қажетті әріптерді қойып шықтық. Ендеше қане бірге оқиық. Бірінші күрек, келесі бүркіт, одан кейін көбелек. Мінекей балалар, біз жаттығуды сәтті орындап шықтық. Ендеше балалар тапсырмада берілгенде көп нүктелердің орнына тиісті әріптерді қойып, көшіріп жазу керек. Қанекей балалар, осыларды көшіріп жазамыз. Енді үшінші жаттығуға назар аударайық. Жаңылтпашты тыңда. Әсел ән салды, әжесі тамсанды, әсет аң салды, атасы тамсанды. Қай сөздерде жіңішке дауысты дыбыстар бар? Балалар, олай болса, жаңағы ережені қайтадан есімізге түсірейік. Міне балақай, жіңішке дауысты дыбыстардың тізімі. Осыларды қарап, осы жаттығудағы жіңішке дауысты дыбыстарды табамыз. Балалар, мінекей ә әріпі, ә дыбысы жіңішке дауысты дыбыстардың ішінде бар. Келесі е дыбысы да жіңішке дауысты дыбыстардың арасында бар екен. Келесі ән деген сөзде ә дыбысы да жіңішке дауысты дыбыс. Одан кейін әжесі деген сөзде 3 дауысты дыбыс бар екен. Олардың барлығы да жіңішке дауысты дыбыстарға жатады екен. Сонымен қатар әсет деген сөзде ә және е әріптері де жіңішке дауысты дыбыстар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі 12-ші сабақта кездескенше сау болыңдар. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басыңдар.